Қоғамдық көлік жолақысын 500 теңге етуді ұсынған сарапшы халықтың ашуына тиді. Қаңтар оқиғасы алдында газ бағасын көтеруді ұсынған мұнай сарапшысы Олжас Байділденов енді жолақыны қымбаттату керек дейді. Сол кезде ол автогаздың қымбаттауына наразы халыққа қоғамдық көлікпен жүруге кеңес берген. Сарапшы қоғамдық көліктегі жолақы құны нарық талабына сай 500 теңге болу керек деп мәлімдеді. Оның айтуынша қазір бір бағытта 3 аялдама жүретін жолаушы мен соңғы аялдамаға дейін 1,5 сағат жүретін адам бірдей ақы төлейді. Жолаушылар ақыны жолдың қашықтығына қарай төлеу керек дейді. Байділденовтың ұсынысы әлеуметтік желіде талқыланып жатыр. Мынау халықтың жауы, басқаша айта алмайсың. Адамдар азық-түлікті қарызға алып жүр. Бізде орта тап жоқ, не кедейміз, не тынбаймыз. Бұрын 80-100 теңге, сосын тез арада 120 теңгеге көтерді. Енді тағы бір айла жасап, қарапайым халықты тонауды жалғастырмақ. Беті құрсын оңбағанның дейді желі қолданушысы. Threads желісінде жұрт оның бағасы қымбат бренд киімдер сатып алғанын талқылап сынады. Байділденов Gucci'ден 3 миллион теңгенің күртесі 500 мың теңгенің жейдесін киіп суретке түскен. Күртенің құнына қарағанда ол ақшаға қоғамдық көлікте 10 жыл бойы жүруге болады. Құзырлы органдар оның табысын тексермей не істеп жүр деп жазды желі қолданушысы. Қазір қоғамдық көлік жолақысы Астанада 110 теңге, Алматыда 120 теңге. Сарапшының пікірі орынды ма? Сіз не дейсіз? Пікірге жаза кетіңіз.